Маған тек оқитын кітаптарын салындар, босқа толтыра бермей. Қатты шаршадым. Біз ең бірінші ChatGPT-ға кіреміз де, фото қандай болады, соған промпт жазамыз. Мысалы, мен бежевый сумка, стрессылы, яғни ашулы қабағын түйіп отырсын, қолында бір ақ қағаз, және де ол бос мектеп кабинетінің ішінде отырсын деп, және де 9:16 форматымен Pixar стиліндегі 3D бейнесін жасап бер деп ChatGPT-ға ұсындым. Енді ол бізге дайындап береді, соны сохранить етіп аламыз. Міне видеомыз, яғни фотомыз дайын. Сохранить еттік. Әрмен қарай біз Google-ға кіреміз де, ағылшынша Labs Google Flow деп іздейміз, және де бірінші тұрған Google Labs және көк жазумен тұрған Flow дегенді сайтты ашамыз. Ашқаннан кейін Create with Flow деп тұрады. Сол кнопканы басамыз және де регистрация жасаймыз. Жасап болғаннан кейін бізге мына екі келісім болады. Сол екеуіне келсеңіздер белгілейсіздер, келіспесеңіздер белгілемейсіздер. Мен келістім, сондықтан мен екеуін белгілеп, далее дегенді бастым. Басқаннан кейін бізге мұнда Labs Google Flow дегеннің ережелері болады. Соны ең астына өткізе салыңыздар немесе оқыңыздар. Ең астына дейін жеткізгеннен кейін бізге продолжить деген сұры кнопка розовый болып шығады. Соны басамыз. Басқаннан кейін создать проект деген басамыз. Сол кнопканы басамыз. Басқаннан кейін бізде видео по описанию болады. Соны видео по образцам дегенге өзгертеміз. Өзгерткеннен кейін астында тұрған сұры плюсты басамыз да, бағана ChatGPT жасаған фотомызды сол жерге қоямыз. Мұнда принимаюды басамыз, загрузитті басамыз, және де фотомызды таңдаймыз. Таңдағаннан кейін кадрировать и сохранить деген жасыл ақ кнопканы басамыз. Фото бізде загрузить етілді. Содан кейін астында текст тұрады, соны басамыз да, орысша немесе ағылшынша немесе басқа да тілмен жазамыз. Ескертіп қояйын, осы сайт қазақша түсінбейді. Ал егер де сіздің фотоңызға қазақша текст, яғни дыбыс керек болса, онда біз орысша бірінші жазып алып, екі қос нүктені қойып, содан кейін қазақша текстімізді жазамыз. Біз орысша нені жазамыз? Бұл видеода көрсетілген. Яғни сумка дегенде фотода не бар, соны жазасыздар. Мысалы, менің фотомда сумка бар, сондықтан да мен сумка говорит на казахском дедім да, екі қос нүктені қойдым. Және де қазақша, яғни фотода, видеода қандай текст болсын, соны жаздым. Маған тек оқитын кітаптарыңды салыңдар, босқа толтыра бермей, қатты шаршадым деп жаздым. Бұл сумканың сөйлейтін сөзі. Енді анда ақ далее деген кнопканы бастық. Енді 100-ге дейін кішкене сақталған, яғни жасалғанға дейін 100-ге дейін, 100%-ке дейін күтуіміз керек. Міне, менде результат дайын болды. Бірге көрейік. Маған тек оқитын кітаптарын салындар, босқа толтыра бермей. Қатты шаршадым. Осымен бітті. Маған результат өте қатты ұнады. Бәріңізге қош сау болыңыздар.